Баршаңызға сәлем достар. Біз бүгін тек қана бір ғана ингредиенттен жасалатын балмұздақты дайындайтын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Бастысы, үй жағдайында дайындалғандықтан қоспасы өте табиғи болып табылады. Бізге керегі ол 2 дана банан. Бананды таңдаған кезде жасыл немесе қатты пісіп кеткен қара күйін алып жүрмеңіздер. Міндетті түрде сары піскен, нақты піскен түрін таңдағандарыңыз дұрыс болады. Себебі балмұздақтарыңыздың дәмі тікелей осы бананға байланысты болады. Бананымызды аршып, видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп тураймыз. Қатты пісіп кеткен қара жерлерін қоспаймыз, яғни алып тастаймыз. Осылай жақсылап турап алдық. Бізге осындай формочка не болмаса доска керек болады. Астына целлофан төсейміз. Жақсылап осылай жайып төсеп аламыз, тегістеп. Одан кейін біртіндеп арасын ашып банандарымызды тізбектеп орналастыратын боламыз. Бірінің үстіне бірін қоя салмаңыздар. Себебі ол морозильникке салған кезде бір-біріне баттасып, блендермен езгенде кішкене қиындық туғызады. Банандарымызды осылай тізбектеп орналастырдық. Бетіне целлофан немесе пищевой пленканы жауып, морозильникке 5-6 сағатқа жібереміз. Мінекей 5 сағаттан кейін менің банандарым осындай болып шықты. Негізі сіздер көбірек ұстағандарыңыз дұрыс, сол кезде балмұздақ жақсы болып шығады. Мен ертерек алып қойыппын. Осылай шынымызға босатып алып, блендермен езіп аламыз. Мен балмұздақтың шоколадты түрін жақсы көргендіктен какао қостым. Сіздер қоспасаңыздар да болады. Какао қуысы болсындай масса дайын болды. Оны шынымызға құямыз. Негізі сіздердің балмұздақтарыңыз қатты нығыз болып шығу керек. Мен ертерек алып қойғандықтан кішкене езілмелі болып тұр. Үстіне грек жаңғағын қойып, құлпынайдың көмегімен осылай әсемдедім. Әркім өзінің үйде бар жемістермен әсемдесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Тек қана бананды жақсы таңдасаңыздар болды. Балмұздақтарыңыз дәмді керемет қайталанбас болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.